Йон Шиин тұйық мінезді, достары жоқ жоғары сынып оқушысы. Шиин бар уақытын сабаққа арнайды және сыныптағы ең үздік оқушы, бірақ сыныптастары оны айналып өтеді. Сол сыныпта Чон Йон Бин есімді бұзақы оқиды. Ол сабаққа аса құлшынбаса да, зеректігінің арқасында оқу оған оңай беріледі. Мұғалім Шииннің математикадан мектепшілік олимпиадада бірінші орын алғанын хабарлайды, бірақ сынып оған елең етпейді. Алайда Йон Бинге үшінші орын үшін мақтау қағазын бергенде алдымен бұзақының достары, сосын басқа оқушылар қол шапалақтай бастайды. Мұғалім шыққан бойда Йон Бин достарымен әлсіз балаларды мазақтап қорлай бастайды. Йон Бинге ботаник Шиин ұнамайды. Ол оған сабақ бергісі келеді, бірақ белгісіз себептермен Шиин бұзақының қоқан оқысына мән бермейді. Йон Бин ботаникке тиісіп жатқанда, кабинетке қолдарына бейсбол таяғын ұстаған жоғарғы сынып оқушылары кіріп келіп, Ан Сухоны шақыруды талап етеді. Бірнеше спортшы Сухоға тап береді, себебі олардың лидерінің қызымен сөйлескен екен. Алайда Сухо спортшыларға оңай төтеп береді, өйткені ол бұрын ережесіз жекпе-жекке қатысқан. Сан жағына басымдылыққа және таяқтарға қарамастан, үлкен сынып оқушылары кабинеттен масқара болып шығып кетеді. Үйге оралған соң, Шиин әкесіне олимпиададан алған мақтау қағазын көрсетеді. Әкесі, әрине, ақылды ұлын мақтан тұтады. Әкесі жұмыстан қолы босамайды, үнемі сапарда жүреді. Шиин әкесімен тұрады, өйткені ата-анасы ажырасқан. Сол себепті ол өзін қатты жалғыз сезінеді. Жігіт қашықтан оқытуда математика мұғалімі болып істейтін анасының видеоларын сағынышпен қарайды. Таңертең Шиин кабинетке бірінші болып кіреді. Онда партада ұйықтап жатқан Сухоны көреді. Сухо сабақтан кейін түнгі дейін мейрамханадан тамақ жеткізу қызметінде жұмыс істейді. Шиин Йон Бин тығып қойған кроссовкасын таба алмай, дене шынықтыру сабағына сәйкес келмейтін аяқ киіммен барады. Ботаниктің физикалық дайындығы нашар болғандықтан, ол ұзақ қашықтықты ұлдардың ең соңында жүгіріп өтеді. Дене шынықтырудан кейін Шиин Йон Бин мен оның достарына жақындап, оны мазалауды доғаруды талап етеді. Мұндай батылдықты көтере алмаған бұзақы ботаникті қылқындыра бастайды. Бірақ оны кіріп келген мұғалім тоқтатады. Мұғалім сыныпқа жаңа оқушы Бом Сокты таныстырады. Ол алдыңғы мектебінде бұзақылар қорлағандықтан ауысып келген екен. Бірақ оқушылар бұл туралы әлі білмейді. Бұзақылар жаңа оқушыны бірден қолға алмақ болады, бірақ Шиин келіп, Йон Биннен оның партасынан түсуін талап етеді. Бұзақы оны ұрғысы келеді, бірақ оны суға тоқтатады. Оған сыныптастарының дауысы ұйықтауға кедергі жасап жатқан еді. Кешке бұзақылар түнгі клубта отырады. Онда Йон Биннің бөлесі Чон Сок де оларға есірткі келеді. Жігіттер ол үшін жақсы ақша төлеуге дайын. Йон Бин бөлесінен фентанилді мойын терісіне жақса, ол сананы тұмандандырып, көруді нашарлатып, тіпті құстыратынын біледі. Келесі күні Йон Бин Бом Сокты дәлізге шақырып, Шииннің мойнына фентанил жағылған жолақты жабыстыруды бұйырады. Егер бас тартса, оның алдыңғы мектепке қалай қорланғанын бәріне айтамын деп қорқытады. Бом Сок бұдан қатты қорқып келіседі. Кабинетке оралған соң, Бом Сок масаны өлтірдім деп өтірік айтып, Шииннің мойнына фентанил жолағын жабыстырып кетеді. Оқушылар маңызды емтихан тапсырып жатқанда, Шиин зейінін жоғалтып, көз алды тұмандана бастайды. Көп ұзамай лоқсып дәретханаға жүгіреді. Емтиханға оралған соң, Шиин мойнындағы жолақты тауып алып, есін жию үшін бетінен бірнеше рет тұрады. Біраз уақыттан соң жауаптарын тексергенде, көп қате жібергенін көріп шошып кетеді. Мұның Йон Биннің іс екенін түсінген ол оқулықты алып, бұзақының бетінен қатты ұрады, сосын қаламды оның қолына шаншып алады. Басқалары аң-таң болып тұрғанда, Шиин Йон Бинді аяусыз сабап, мойнын сындырады. Сухо Шиинді тоқтатып, бұзақыға осы да жетеді деп шешеді. Ашулы Шиин орындықпен Сухоға тап береді, бірақ жаттыққан жауынгер оның барлық соққыларына оңай төтеп береді. Мұғалім кіріп келгенде төбелес тоқтайды. Йон Бин сынған мұрнымен ауруханаға түседі. Мұғалім Шиинді кешірім сұратуға алып барады. Бұзақының анасы Шиинді сотқа беретінін айтып айқайлайды. Сол кезде Шиин емтиханда өзін улаған күшті зат жағылған жолақты көрсетеді. Сосын бұзақының рюкзагын төңкеріп, ішінен фентанил орамын тауып береді. Істі жылы жауып қою үшін Йон Бинді басқа мектепке ауыстырады және оқиғаны жария етпейді. Шиин үйге оралғанда әкесі ұлының мектепте төбелескенін бірден байқайды.
Бірақ әкесі мұны оның жасында қалыпты жағдай деп санайды. Келесі күні мектепте бұзақылар қаламен жараланған қол үшін кек алмақ болып, сабақтан кейін күтетіндерін айтады. Шейін қазір сөйлесуге дайын екенін айтып, оларды дәретханаға бастап барады. Есікті жауып, сол қаламды шығарады. Шейін бұзақыларға қауіптене жақындайды, ал олар кешегіні ұмытпағандықтан қозғалуға қорқады. Жігіт тағы да өзін жайына қалдыруды сұрап шығып кетеді. Дәлізде сыныптастары Шейінді жеңісімен құттықтайды, бірақ ол олардың ықыласына қуанбайды. Себебі олар осы уақытқа дейін оны айналып өтетін, енді кенеттен дос болғылары келіп қалыпты. Сокде бөлесіне ауруханаға келіп, егер Йонг Бин жақсы төлесе, әлгі ботаниктің сазайын беруге келіседі. Шейін түнгі дейін оқып, үйіне автобуспен қайтады. Кенет оны әдеттегідей жеткізу қызметінде жүрген Сухо байқап қалады. Шейін сыныптасының ата-анасынан айырылып, әжесімен тұратынын, сол үшін оқу мен жұмысты қатар алып жүргенін біледі. Сухо үйде қалса ұйықтап қаламын деп қорқып, мектепте партада жиі ұйықтайды екен. Келесі күні таңертең Шейін ұйықтап жатқан Сухоға келіп, кеше орындықпен шабуыл жасаған үшін кешірім сұрайды. Ол кезде бұзақылардың әрекетінен қатты ашулы болғанын айтады. Және сыныптасын түскі асқа шақырады. Жігіттер бірге тамақтанып сөйлесе бастайды. Олар айырмашылықтарына қарамастан, ортақ ұқсастықтары көп екенін түсінеді. Ауруханадан шыққан Йонг Бин бірден бөлесін тауып алып, өтінішін тезірек орындауды сұрайды. Сокде бұл уақытта жасөспірімдерден қарыз жинап жүрген, өйткені ол жақсы төлесе кез келген лаш жұмысқа дайын. Сабақтан кейін Бом Сок емтихандағы опасыздығы үшін Шейіннен кешірім сұрайды, бірақ ол қабылдамайды. Кенет Шейінге Сокде мен бұзақылар келіп алып кетеді. Бом Сок мұны көріп бірден Сухоға жүгіреді. Бірақ ол ұйқысы келіп тұрғанын айтып, араласқысы келмейді. Сол кезде Бом Сок көмек үшін қомақты ақша ұсынады. Бұл дәлел өте сенімді естіледі. Бұзақылар Шейінді тар көшеге алып келіп сабамақ болады. Алайда ботаник әр қадамын ойластырып, қолайлы сәтті күтіп, оңбағандарға тойтарыс береді. Шейін кеткісі келеді, бірақ мықты Сокдеге қарсы тұру оңай емес. Бұзақылар оған қайта жабылады, ал Йонг Бин сынған мұрнымен мектептен шығарылған үшін кек алып, оның барлық саусағын сындырмақ болады. Кенет Сухо пайда болып, бұзақыларды жан-жаққа лақтырып, Сокдемен жеке шығады. Шейін бұзақылармен алысады. Йонг Бин оның басына бөтелке ұрмақ болғанда, жетіп үлгерген Бом Сок құтқарып қалады. Сокде қарсыластарының мықты екенін түсініп, жай ғана кетіп қалады. Бұзақылар да соңынан ереді. Шейін Йонг Бинге тиіспейді, тек тағы да өзін жайына қалдыруды сұрайды. Осы оқиғадан кейін 3 жоғары сынып оқушысы жақындасады. Сухо достарын өзі жұмыс істейтін мейрамханаға алып барады. Жігіттер Сухоға ас үйдегі шаруаларын тез бітіруге көмектеседі. Сосын үшеуі кешкі ас ішіп болған жағдайды талқылайды.